Баршаңызға сәлем, Жүректен каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай және де әрі тез дайындалатын муравейниктің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер және де өзіңіздің туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Алдымен бөлме температурасына тұрған сары майымызды ыдысымызға саламыз. 2 ас қасық қант ұнтағын саламыз. Май мен қантымызды біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, алда тағы да шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. 1 шай қасық ұн қопсытқышымызды саламыз, немесе разрыхлитель. Содан соң ұнымызды саламыз. Алдымен силиконды лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолдың көмегімен біркелкі жұмсақ қамыр пайда болғанша қамырымызды илейміз. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу тиіс. Және де осы қамырымызды салафанға салып, мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. 1-2 сағат өткен соң қамырымызды мұздатқыштан шығарып, осылай тең бөлек 2-ге бөліп аламыз. Үкіштің үлкен жағымен осылай қамырды өткізіп аламыз. Немесе ет тартқыштың көмегімен де өткізуге болады. Қолдың көмегімен жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 10-15 минут. Міне осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай қамырдың екінші бөлігін де пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды суытып, бөлек табаға саламыз. Басында қамырымыз жұмсақ болып тұрады, одан соң суығаннан кейін қытырлақ болып өзі қатаяды. Осылай қолдың көмегімен ұсақтаймыз, яғни крошка жасаймыз. Крошка жасап болған соң үстіне ысып тұрған вареный сгущенкамызды саламыз. Вареный сгущенкамызды 1-2 минут микроволновкада қыздыртып аламыз. Осылай біркелкі болып араласқанға шейін бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осындай рюмканың көмегімен немесе өзіңізде формалар болса, формаларға салуға болады. Осылай тығыздап салып аламыз. Медовик жақсы түсу үшін осылай рюмканың жан-жағын ұрғыштап аласыздар. Сонда дәл осылай өзі түседі. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлейсіз. Үстіне ертілген шоколад, немесе мак, күнжут,
себуге болады. Холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне, осымен біздің медовегіміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Көріп тұрғаныңызда еш қиын жоқ, жасалу жолы өте оңай және де дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркелуге ұмытып кетпеңіз.